сәлеметсіздер ме? Бүгін біз киелі Қостанай атты облысымыздың қасиетті географиялық нысандары жайындағы мобильді қосымша туралы айтатын боламыз. Ең алдымен біздің топпен танысып алайық. Бұл әрине де мен Бақыт, және де Алина, Олеся, және де Жасулан. Енді келесіге көшсек, жоба мақсаты жайында айтып кетейік. Бұл әрине де отандастарымызға және де шетелдік қонақтарға Қостанай облысының қасиетті географиясымен танысуға көмектесетін қосымша жасау. Өзектілігі: пандемияға байланысты адамдар қозғалысы шектеулі, сол себептен сапар жасауға мүмкіндік азайды. Бұл бағдарлама отандастарымызға саяхат жасауға көмектесіп қана қоймай, шетелдік туристерге қаламыздың киелі жерлері туралы маңызды ақпарат береді. Сонымен қатар ағартушылық бағытта қарастырылған, өйткені қосымшадағы мәтіндер Қазақстан тарихының әртүрлі кезеңдерін және география саласындағы маңызды ақпаратты қамтиды. Ал енді жоспарымызбен танысып кетейік. Бұл жерде жоспарымыздың барлық қадамдарын көре аласыздар. Рахмет. Первый шаг. Выбрать тему. В рамках программы «Уход на гору» особое внимание уделено сохранению сакральных объектов нашей страны. Именно поэтому мы в нашем проекте особое внимание решили уделить сакральной географии Костанайской области, которая богата объектами республиканского и местного значения. Второй шаг. Выбор формы реализации проекта. Мы решили сделать мобильное приложение, которое будет представлять краткую и самую важную информацию об объекте, демонстрировать его на отражении на карте и представлять его фото. Третий шаг – это сбор информации. Мы собрали краткую информацию о местонахождении, дате, истории создания архитектурных решений сакральных объектов нашей области. Также мы приняли решение разделить нашу область на 3 региона – северный, центральный и южный, так как объекты распределены по территории неравномерно. Четвертый шаг – переводческая деятельность. В нашей стране особое внимание уделено трехязычию. Именно поэтому мы создали наше приложение на 3 языках, соответственно, русском, казахском и английском, что не только позволит одновременно изучать языки и географию, но и сделает приложение доступным для иностранных гостей. Step number 5. Programming. Right now I'm going to show you the screen and the project that we have created. Currently, you can see my screen, and now you can see the project. On which we have 3 languages to choose from: Kazakh, Russian, and English. Each of them leads to choosing a region. As you can see, there are 3 regions to choose from: Northern, Central, and Southern. Each of them has some interesting places to see. And now you can see that our application is fully translated to each of these languages. This application was created with the help of Meet2 AI App Inventor. It's a specialized software which makes creation of applications for Android much easier. It's based on block programming, and because of that, it's pretty easy to learn. However, this simplicity comes at a certain price. The functionality of App Inventor is limited, and so are the resources, which means it has to compress text and images, thus decreasing the overall quality of application for a bit. Step number 6. Analysis. We've managed to create the project with a theme of sacred geography of Kostanay region. In the future, we are planning to add more objects and also translate the application onto French and German languages. On this slide, you can see all the resources we've used in the creation of our project. Thank you for your attention.